Армысыздар, сіздермен бас бармақ арнасы. Салауатты өмір салтына келетін болсақ, ең алдымен бұл спорт пен дұрыс тамақтануды қамтиды. Алайда оның тағы бір компоненті бар, ол пайдалы қоспалар. Спортшылар, косметологтар, фармацевттер арасында ең танымал таурин. Біздің қоғамда тағамдық қоспаларға қатысты даулы пікірлер қалыптасқан. Кейбіреулер оларды шынымен пайдалы десе, ал басқалары бұл ақшаны ысырап етеді деп санайды. Бұл жағдайда осы саладағы ақпараттың әлсіздігі мен тексерілмеген қауесеттермен түсіндіріледі. Егер сіз денсаулыққа не пайда беретінін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Таурин бұл ферменттердің әсерінен адам ағзасының денесінде синтезделетін ақуыз емес, құрамында күкірт бар амин қышқылы. Тауринді жаңа туған нәрестелер, вегетариандықтар, спортшылар, жарақат алған адамдар мен қарт адамдар үшін таптырмас элемент. Таурин суда жақсы ериді, ал ол басқа еріткіштерге, соның ішінде қышқылдарға төзімді. Осылайша оның ағзада жақсы сіңуі қамтамасыз етіледі. Таурин энергетикалық белсенділікті ынталандырады. Тауриннің әсерінен метаболикалық процестер белсенді жүреді. Егер сіз жарақаттан кейін оңалту курсын өтсеңіз, таурин сатып алуға кеңес беріледі. Ол регенерация процестерін белсендіреді. Тауриннің қатысуымен ми қызметі анағұрлым қарқынды жүреді. Бұл стрессті жеңуге көмектеседі. Стресстік жағдайлардың алдын алуға қызмет етеді. Таурин медицинада. Таурин алғаш рет 1827 жылы алынған. Тауриннің артықшылықтарын ғалымдар зерттей келе мынадай тұжырымдар жасаған. Таурин науқас пен қарт адамдарға оң әсер етіп, қабылдағаннан кейін қысқа уақытта сауығуына көмектескен. Ол қандай дәрі-дәрмектердің құрамына кіреді? Таурин катаракта, ультракүлгін сәулелердің зақымдануы, конъюнктивит, қасан қабықтың жарақаты, тордың зақымдалуы, көз ауруларын емдеуде тағайындалады. Таурин гиппокампта жаңа жасушалардың пайда болуына қатысады. Бұл есте сақтауға жауап беретін ми аймағы. Таурин ми жарақаттарын емдеу кезінде оң нәтижелер көрсетеді. Кома жағдайындағы науқастарда ми қызметін ынталандыру үшін қолданылады. Жарақаттан кейін қалпына келтіру кезіндегі жақпалардың құрамында таурин бар. Ол жараларды емдейтін дәрі-дәрмектерде кездеседі және күйіктерге, оқ жарақаттарынан кейінгі жараларда емдеуде тағайындалады. Таурин кез келген онкологиялық ауруларды емдеу үшін қолданылады. Таурин емдейтін аурулардың тізіміне қант диабеті, жоғары холестерин, аутизм, гепатит, гипертония жатады. Ол босаңсытатын әсерге ие, кернеуді жеңілдетеді, қан айналымын, тонусын жақсартады. Спортпен шұғылдануды, денеңізді қалыпқа келтіруді бастасаңыз, онда спорт залында жаттықтырушы тауринді қоспалар түрінде қабылдауға кеңес беретініне дайын болыңыз. Неліктен? Себебі таурин шығыны ауыр жүктемелерде артады. Оның құрамы жеткілікті калориялы. Таурин жүрек қызметіне оң әсер етеді. Сондықтан қан айналымы, метаболизм процестері белсендіріледі. Ол сондай-ақ липидтер алмасуына қатысады. Бұл салмағы бар адамдар үшін өте маңызды. Қосымша дұрыс тамақтанумен бірге жаттығулар арқылы керемет нәтиже береді. Сұлулық және таурин. Тауриннің не екенін косметологтар жақсы біледі. Оның пайдалы қасиеттерін сұлулық индустриясында кеңінен қолданады. Қартаюға қарсы косметикалардың, маскалардың, сарысулардың, кремдердің құрамына кіреді. Мезотерапияда, инъекциялық косметологияда маңызы жоғары.
Емдеу нәтижесінде таурин терінің терең қабаттарына жеткізіледі. Бұлшықеттердің тегістігі мен тонусын қалпына келтіреді, әжімдерді жояды. Әжімдерге қарсы косметиканы таңдағаныңызда құрамында міндетті түрде таурин болуын қадағалаңыз. Егер оның құрамында таурин болса, оның жоғары ықтималдылығы бар. Сондай-ақ тері ішінен, сыртынан нәрлендіру үшін күтімді толықтыруды қамтамасыз етеді. Таурин денеде қалай синтезделеді? Денедегі таурин өндірісі ферменттердің әсеріне жүреді. Процесс басқа ақуыз амин қышқылдарымен тығыз байланыста жүреді. Жаңа зерттеулер тәулігіне 50-ден 125 мг дейін таурин өндіретінін көрсетеді. Тамақтану мен қандағы таурин мөлшері арасындағы тікелей байланыста байқалады. Тауринге бай тағамдарды жегенде ол жоғары болады, ал ол болмаған кезде қалыпты шектерде немесе одан төмен болады. Қайсысы жақсы? Таблеткадағы немесе тағамдағы таурин? Табиғи тамақтануды жақтаушылар әрине екінші нұсқаны қолдайды. Дегенмен ең көп пайдалы үшін кейбір маңызды мәліметтерді қарастырған жөн. Ұзақ қайнату кезінде таурин толығымен дерлік ыдырайды. Ол көбінесе қуыру, пісіру кезінде сақталады. Жақсы сіңуін қамтамасыз ету үшін диетаға Б дәруменін бұзу қажет. Тауринді қоспалар пайдалы болатын адамдардың бірнеше санаттарын ажыратуға болады. Метаболизмі баяулаған науқастар, қарт адамдар, ет, сүт және басқа да жануарлардан алынатын өнімдерді тұтынбайтын вегетарианшыларға және де жүкті бала емізетін әйелдерге, жұмыс ауыр, физикалық белсенділікпен айналысатын ер адамдарға қажет болады. Қызықты фактілер. Таурин жаңа туған нәрестелерге арналған сүт қоспаларының бір бөлігі болып табылады. Қажетті дәруменді анасының сүтінен алуға мүмкіндік болмағандықтан, бұлшықеттер мен ішкі мүшелердің қалыпты дамуын қамтамасыз ету үшін оны рецептке қосады. Тауриннің жетіспеушілігі мен нәрестелерде дамудың артта қалуы баяу рефлекстер түрінде байқалады. Қарсы көрсеткіштер: артық дозалану, тәуліктік доза. Тауриннің қауіпсіздігін қолдайтын тағы бір дәлел ол қарсы көрсетілімдердің болмауы. Ерекшелік: қосалқы компоненттердің жеке төзімсіздігі. Сондай-ақ жүктілік кезінде тауринге мұқият болу керек. Міндетті түрде дәрігерлермен кеңесу керек. Ол сіздің диетаңызды ескере отырып, барлық мүмкін бөлшектерді оңтайлы дозада таңдайды. Бір қызығы, тауриннің артық дозалануы денеге айтарлықтай зиян келтірмейді. Бұл таурин нұсқаларын бұзуға себеп емес, тек пайдалы үшін көрсетілген дозаларды жаттықтырушылардың немесе дәрігерлердің ұсыныстарын орындаған дұрыс. Қандай тауринді таңдаған дұрыс? Кейде энергияның жетіспеушілігі тауриннің жетіспеушілігімен ғана емес, сонымен қатар магний, калий дәрумендерінің жетіспеушілігімен де байланысты. Егер тауринді қолдануға шешім қабылдасаңыз, таблеткалар, капсула, ұнтақ түрінде қолданыңыз. Сізге оңай болатын біреуіне тоқтаңыз. Жұтылу проблемалары бар науқастар үшін суда еритін ұнтақ жақсы жұмыс жасайды. Бос емес адамдар үшін ең жақсы таңдау таблеткалар мен капсулалар. Оларды өзіңізбен бірге алып жүру ыңғайлы. Тәуліктік дозасы қанша болуы керек? Егер сіз спортпен шұғылдансаңыз немесе ауыр физикалық жұмыс жасасаңыз, онда дозаны 1000 мг дейін арттыруға болады. Егер дәрігер немесе жаттықтырушы басқаларды бермесе, онда қаптамада көрсетілген ұсыныстарды ұстану керек. Тауринмен қандай дәрумендерді ішкен дұрыс? Жақсы сіңу үшін сізге Б дәрумендері қажет. Дәлірек айтсақ, Б6 дәрумені. Егер бұл сіздің
диетаңызға жеткіліксіз болса, ағзадағы синтез азаяды, ал таурин қоспалары нашар сіңеді. 10 жастағы балаға тауринді қабылдаған дұрыс па? Егер баланың тамақтануы қалыпты болса, онда оған қоспалар қажет емес. Егер оларды жетіспеушілікте немесе спорттық жаттығулардағы ауыр жүктемелердің орнын толтыру үшін қабылдау қажет болса, онда тағайындауды жаттықтырушы жасайды. Бұл жағдайда қабылдау дәрінің бақылауымен жүргізілуі қажет. Пайдалы сөздерді көбірек естісек, біреуі болмаса біреуі пайда алып қалуы ғажап емес. Соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарийге өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Әрқашан деніңіз сау болсын және энергияға толы болыңыз.